Баршаға сәлем. Менің есімім Сапаркүл Қаратайқызы. Мен сабын жасау маманымын. Менің студияма қош келдіңіздер. Сабыннан қиялға ерік береміз, қалаған жасауға болады. Мысалы, мына ойыншық түрінде балаларға, мысалы, қоян түрде, мында қоян бар, елік бар дегенде осылай жасауға, гүлдер жасауға болады. 8 наурызда бұлар жақсы сұранысқа. Және қызығып, міне осындай жемісті түрден жемістер жасауға болады. Бұның барлығын қалыпқа құю арқылы жасаймыз. Түсін келтірсек болды, иісін келтірсек. Пранк жасаған кезіңіз болды ма? Иә, болды. Сыныптасым Баян кешір көріп отырсаң деп қой. Қонаққа келді, пирожный жасаған. Анна Павловна деген не бар ғой, десерт. Солдан жасаған, бетіне малиналар қойып, мен саған алып қойып едім, шай ішіп. Сосын жүр алып басқа жерден ішейік деді. Жарайды, ауыз тиіш, кейін барамыз деп. Сонымен алып тағын ол тістеп, басында иісінде ол неге келтіргем? Жаңа зефирдің иісін келтіргем, ол иісінде байқамады, иә. Сосын аттан, сосын бұл не деп ұрсып. Сол болды. Сосын балалар жеп қояды. Қонаққа апарған кезде мен қонақ үйдің иесіне ескерту жасаймын, мынаны балалар жеп қоймасын деп. Балалар жеп қоймасын десем, оны үлкендер жеп қойған кездерде болады. Печенье жасаймыз. Мына малинаның астына тарт дейді ғой, тарталет кейін жасайық. Ол печенье ғой ол. Ол үшін бізге мына бірінші қалыптары керек болады. Ыдыс, сосын иісін келтіретін. Мына жерде песочный печенье және бояулары, спирт қажет болады. Және бастысы мынандай сабынды негіз қажет болады. Сабын ақтыр және түссіз болып келеді, иіссіз. Бұны біз кесіп, 4 бұрышта турап, микроволновкаға ерітіп, сосын қажетті түстерімізді, ароматымызды қосып, қалыпқа қоямыз. Сосын кепкенін күтіп шығарады. Сабын жасап, өзін сатамын. Тойбастарларға қазір сұрап жатыр. Сосын жаңағы шеберлік сабақтарын өткізіп жатырмыз балаларға. Өте қазір қызықты, себебі балаларды былай таңғалдыру оңай емес. Мынандай ерекше өнермен десем болады. Балалар өзіне қызық, өзінің сабынын өзі жасап алып кетеді. Иісін өзі таңдайды, түсін өзі таңдайды, сосын көздерін өзі бояп, және де осыны жуған кезде керемет сезімге бөлінеді. Жаңа өзіңіз айтқандай тазалыққа құмар болады. Сұлу ханым қыз келіншектер орталығы. Аналарды да, балаларды да дамытады. Мысалы, балалар сабын жасайды, қыз келіншектер де күндіз келіп сабын жасауға болады. Ал таңертең бізде дұрыс тамақтану және спорттық би, оның артынан йога жасаймыз. Ол қазіргі таңда өте керекті жаттығулар. Барлық адам қазір басында кредиті бар, ипотекасы көп қой, дұрыс па? Ал мына жерде өзіне арнау үшін уақытты 1 сағат келіп өзіне арнап кетсе болады. Ал көрпеше-не деген ол жайлылықты сезінсін деп, чемандай студия болып тұрмай, жайлылықты. Немесе қолдағы бала болса, мысалы, омыраудағы балалар болса, мына көрпеше төсеп қойғаным, қазір бәрінде памперс бар, қорқыныш жоқ. Жаңағыдай ұйықтатып, аналар өздерімен айналысатын сондай орталық. Бұл салаға келгеніме 1,5 жыл болды. Оған дейін базарда саудамен айналысқанмын. Біз Астанаға келгенде 16 жыл болды. 500 теңгемен кіріп келгенбіз. Астанаға жолдасымыз екеуміз 500 теңгемен кіріп келгенбіз. Жұмысқа тұрдық. Солай тұрып, сонымен бутиктер алдық. Осы Жетісайдың автобустары жүретін жерде бутиктер болады ғой. Соны арендаға алдық. Уақыт келе. Соны істеп, қасымызда бір әзербайжандар осындай хозяйственный товар сататын орын сататын болды. Оны бізге ұсыныс жасады, бізге ұнаттағаны алып, соны істеп кеттік. Сосын қиын жағдай, ұрлық болды, өрт болды. Бізде барлығы өртеніп кетті бір күнде. Сол кездегі мықтылығымыз, жолдасымның мықтылығы бір-бірімізге қарасты. Сен аман бол деп. Енді сенсеңіздер күйінген жоқпыз. Аманшылығын тілейді, балалар аман болсын, сен аман бол. Жаңағы ол кісі шекпейді, темекі тартпайды, арақ ішпейді. Сосын бір жағынан ол кісіні ойладым, денсаулығына ашуланбайды да, сосын денсаулығы жүрекке жақын тұтпасын деп, мен оның амандығын тілеп тұрмын, ол менің амандығым. Сен аман бол болып. Сол кезде іштей түйдім, енді осыдан аман-есен аяққа тұрсақ, кейін мен базардан кетейінші деп мен өзім сөйттім. Сонымен 2 жыл дегенде, ол кезде кредитіміз жоқ екен. Өзімше айтып жүретіне кредитіміз жоқ деп, бір күнде кредитке салды. Жақсы адамдар көп қой. Жақсы адамдар, ол бізде бірге серіктес жігіттер товарлай көмектесті.
клиенттер жоқ, сендерден ғана аламыз, мен не берсең соны сатамыз деп клиенттер бізге көмектесіп, содан солай аяққа тұрып кетуімізге сол кісілердің несі септігі. Енді кішкене кепкен соң, міне кішкене қаязып дейді ғой, қаязып жатқанда спирт сеуіп, ақырын тестамызды дейінші, тестамызды құйып. Сабын тест. Сабын тест. Ана бірден болып кетті. Так, енді кепкенін күтеміз. Мынау жалпақ форма болған үшін бұл 15-20 минутта кебеді, ал мынандай ұзындау форма болса, міне мына жерде бар ғой, биіктеу келген, мыналардың кебуі қиын болады. Қыздарға қол өнерімен айналысуға шақырамын. Ол біздің женский энергетика дейді ғой, оны көтереді. Сосын өзінің қызығушылығын, ұйықтап қалған, күнделікті күйбең тіршіліктен қалып қойған қабілеттері ашылады. Ол әртүрлі. Құрақ құрасын, қазір киізден, жүннен, марқа жүннен неше түрлі картиналар жасайды, соны жасасын, сабын жасасын шақырамын. Осылай әдемілікке қыздар, енді Алла тағала қыздарды әдемі қылып жаратқан ғой, әдемілікке құмар болу керек, соған қарай әрекет жасау керек. Ол деген осылай. Әдемі дүние шығарсын, сонда оның ұйықтап қалған қабілеттері ашыла бастайды. Соны айтарым, дамысын деп айтатынмын. Біздің сабынымыз дайын болды. Пісті десем болады, шығарып көрейін. Тарталетіміз ғой, сабын емес, тарталетіміз. Міне, тарталет, бұл тарталеттің формасын мен тап-тәттінің несінен жасаған. Тартын алып, бетінде жаңғақтар болған, оны алып тастап, форма жасаған. Печеньені көрейік енді, қалай шыққан. Бетін қызартып. Енді мынаны толықтыру үшін алдын ала дайындап алған малиналарды саламыз да. Қарақатпен араластырып салайық, скучный болып қалмау үшін. Бұны мен дәл осылай шығу үшін сахарный пудра бар ғой, соны бір септім да, қайта тазалап алғам. Сонда кәдімгі малина ұқсап, шаң шығып дегендей, солай шығардым. Енді бұны клейлеу үшін деймін, жабыстыру үшін алдын ала дайындап алған малина джемімен осылай қиып. Бұл бізде асты джем сияқты болады да, әрі мынау малиналар мен мынау печеньені жабыстыратын клей де болады. Шайға келіңіздер. Шайларыңыз қонымды болсын.